Ассалаумағалейкум достар, құрметті көрермендер. Құдай қаласа, міне көктем шығып, жер жылынып, ағаштар көгеріп өсіп жатыр. Құдай қаласа, міне бүгін павловния ағаштарымызды технический срез жасаймыз, техникалық кесу. Жалпы оны не үшін жасау керек десеңіздер, мына 1 жылдық павловния ағашы, міне бұл 2 метрдей болып өскен, бойы. Және де мыналар 1 метрден кішкене асты, ар жағындағылар. Құдай қаласа, бұны қазір технический срез жасаймыз, техникалық кесу. Бұны жерден 10-15 сантиметр қалдырып, соны бұлайнан көлденен кесіп тастаймыз. Соны кескеннен кейін, бұл мына түбінен шығып жатқан, міне байқап тұрсыздар. Міне жаңадан шығып жатыр ағаштар. Осы бұталар өсіп, осылар өте қатты өседі бұлар. Бұлар осы бірінші жылы өсіп алады, жақсылап тамыр жайып алады. Тамырын кеңге жаяды. Одан кейін келесісінде мынау қыста мына ағаш қурап кетеді. Бұл ағаштың қурап кеткенінен қорықпаңыздар. Және де бұл ағаш міне бамбук секілді іші бос болады. Бұл енді бірінші, екінші жылдары болатын нәрсе. Жалпы ары қарай бұлай іші бос болмайды. Ары қарай іші толығып жақсы болып өсетін болады. Құдай қаласа, міне қазір сіздерге кесіп көрсетем. Бұны кескеннен кейін бұл ағаш мына бұталарды азайту керек болады, мыналарды. Себебі бұлар әрқайсысы жан жаққа кеткеннен кейін ол қисық өседі. Ал осының ішіндегі ең дүзу тіке өсіп келе жатқан біреуін қалдырамыз. Және де мынаны техникалық кесу жасаймыз. Қазір мен сіздерге кесіп көрсетейін. Құдай қаласа, міне жобалап қарайсыздар, міне қай жерге дейін міне көгеріп жатыр. Міне ең биігі осы болып тұр. Міне осыдан кішкене жоғары аламыз. Мына жерлерін ала берсеңіздер болады. Кәдімгі қол арамен аралап алып тастаймыз. Маған қазір кішкене ыңғайсыз болады. Сонда да көрсетейін сіздерге. Ешқандай қиындығы жоқ. Осылайынан аралап алып тастайсыздар. Міне мына жағын іші бос емес. Міне мына жағын байқасаңыздар, мына жерінде кішкене бос. Кейін мына ағаштың өзінде бүйтіп шертіп көрсеңіздер, мына қазір шертіп бос. Бұның іші бос болып келеді. Міне жалпы. Енді Құдай қаласа, осы мынау қазір бұталарға тиіспей қоя тұрам. Кішкене өссін, қайсысы түзу өседі, төбе жоғары қарай. Сонысын қалдырам. Және мыналардың басқаларын алып тастаған дұрыс болады. Мен қазір мына 1-2-ін алып тастай салайын. Міне оңай сынады бұлар. Бұларды алып тастау себебіміз, бұл талымызға артық күшін алады. Талымыздың артық күштерін алып, бұларды өсуге әрекет жасайды. Ал бірақтан бізге бұлардың қажет жоқ. Олар өсетін болса, онда жан жаққа кетіп қалады. Ал бізге тіке өскені қажет. Сондықтан міне байқап тұрғанымда қазір мынау қалатын секілді көреміз енді алдағы уақытта. Бірақтан барлығын бірдей алып тастамай-ақ қойын. Мынаны ала салайын. Астың жағында кішкене қисық өсуі мүмкін. Міне мынау осы 3-4-еуі Құдай қаласа қайсысы тіке өседі, соны қалдыратын болам. Бірақ біреуін ғана қалдырған дұрыс болады, себебі ол жоғары тіке өсу керек. Бізге тіке өскен ұзын мынадай қалың ағаш қажет. Сондықтан осылай қалдырамыз. Және де мынау келесі ағаштарымызда тура солай жасап кесіп тастаймыз. Бұларды да міне байқасаңыздар, міне астың жағында да өседі. Бұлардың қажет жоқ, міне алып тастай саламыз. Міне біз тамшылатып суарумен суарып жүрген болатынбыз. Міне мына ағаш кішкене қисайып өсіп жатыр. Мына екеуін қалдырамыз. Және де техникалық кесіп жасаймыз бұда да. Бұнда қазір кесіп көрсетпей қойын, маған ыңғайсыз болады. Жіңішкелеу екен. Міне келесіде осылай мынада біреу ар жағында тағы бар екен. Міне мына жағында. Енді бұлайнан жанына қарай өсіп кетуі мүмкін. Сол себепті байқап қарауымыз керек. Қайсысы дүзу өсіп жатыр, сол дүзу өскенін қалдырамыз. Қалғанын сындырып алып тастаймыз. Міне Құдай қаласа, осылардың өскенін алдағы уақытта тағы көрсететін болам. Бұлар тағы да айта кетейін, бұлар өте жылдам өсетін ағаштар. 1 жылдың өзінде міне қазір байқап тұрғандарыңыздай, мына басын тағы да
сындырған болатын алдында. Бір мәрте өз кеуіп қурағаннан кейін бір ұстап сындырып көрейін деп сындырғанымда әжептәуір сынып кеткен. Негізі 2 метрге жақындаған. Оны да басқа да бейнероликтерінде барлығын түсіріп көрсеткен болатын. Метрмен өлшеп, мына жерде қазір бір 1 метрден сәл көбірек бар. Енді Құдай қаласа алдағы уақытта мынаған жақсылап су қоюымыз керек. Бұл тал өзі суды өте қатты жақсы көреді. Су берген сайын өседі. Оны да сіздерге алдыңғы басқа бейнероликтерде, өткен бейнероликтерде көрсеткен болатын. Құдай қаласа осылайынан павловния ағаштарымызды ары қарай баптауды көрсете беретін боламыз. Ең маңызды нәрсе ол су. Және де топырақтың кішкене болса да жұмсақ болып тұруы. Және бұның бірінші жылы күтімін жақсылап жасасаңыздар, екінші жылдан бастап түбіне жаңағы биогумусын тастасаңыздар жеткілікті. Себебі бұған ешқандай да жаңағы минеральный удобрение, жаңағы минерал тыңайтқыштар ештеңе берудің қажет жоқ. Және де бұның түбін қопсытқаннан дәл қазір бұған ешқандай пайда жоқ. Себебі бұның тамыры тереңге кетіп қалды. Бұған тек қана су беру қажет, ары қарай өсе береді. Және де мына жақта кішігірім көрсете кетейін. Мына жақта құлпынайларымыз, Құдай қаласа бұны да көрсетіп отыратын болатын өздеріңізге. Алдыңғы өткен бейнероликтерде көрген болатынсыздар. Және де міне қазір гүлдеп түйінге кіріп жатыр. Құдай қаласа мына жақта байқасаңыздар, міне түйіндері мына жақта өсіп жатыр. Міне анау әріде мына жақтарда түйінге кіріп жатыр. Құдай қаласа міне гүлдеп жатыр. Және де қазір мына жерден табам ба таппайын ба, мұртшалар шығарып жатыр. Тағы да көбеюге міне мұртшалар шығарып жатыр. Дәл қазіргі уақытта бұл өнім беріп жатқан кезде бұл мұртшалардың бізге қажеттілігі жоқ. Сондықтан алып тастасақ та болады, алмай қойсақ та болады. Негізі алып тастаған дұрыс болады. Бірақтан оны алуға бізге көптеген уақыт кетеді. Сол себепті мен қазір көргенімді алам, көрмегенімді аламаймын. Енді уақыт жоқ оған. Оның барлығын жұлып отыруға. Жалпы Құдай қаласа алдағы уақытта осы мұртшалардан көшет шығуға әрекет жасайды. Ары қарай өзінің жаңағы ұрпағын жалғастыруға. Және де сол мұртшаларды алдағы уақытта Құдай қаласа бір өзіміз кітаптар шығарып жатырмыз қазіргі уақытта. Осы құлпынайды қалай баптау керек, қалай өнім алу керек, қалай мұртшадан көшет шығару керек деген секілді, қандай дәрілер шашып отыру керек, қанша мезгіл су беру керек деген секілді сондай кітапшаларымыз бар. Сол кітапшаларымызды алған кісілерге осы клери көшетінің жаңа мұртшаларын тегін беретін боламыз. Енді ол өз кезегінде қанша мұртшадан беретініміз оны алдағы уақытта шешетін боламыз. Жалпы ол бонус ретінде, сол кітапты алған кісілерге бонус ретінде беретін боламыз. Және де құлпынайды ары қарай өсіруді сол кітапшамен жалғастырып, ары қарай өсіріп, көшетін шығарып, сол секілді жұмыс жасауға мүмкіндік бар. Кітап алу арқылы сіздер тағы да құлпынайдың мұртшаларын аласыздар. Және де ар жағында кішкене бір торф, жаңағы шамал 1-2 дәрілерін алып, ары қарай құлпынайды егіп бастап кетулеріңізге болады. Енді көшетті өздеріңіз мұртшадан шығаратын болсаңыздар, әлде қайда арзанға түседі. Сондықтан осы кітапшамда кішкене жарнамалап отқан түрім бар. Не Құдай қаласа мына жеміске кіріп жатыр. Кейбіреулер енді бұндайлар болады. Бұндайларды мүлде алып тастайсақ та болады. Бұлар енді өнім беріп ешқандай қатырмайды бұлар. Бұлар өзі дамымай қалған. Сол себепті бұлар дамып, бізге өнім берем дегенше бұлар кеш болады. Міне осылай Құдай қаласа павловния ағаштарымызды сатылымда бар.